ол өзінің ішкі дүниесіндегі бір аласапыран бір арпалыс кезіндегі үлкен бір ізденіс кезіндегі туған. Мен бір еркектің кофейняда жалғыз өзі кітап оқып жылап отқанын бірінші рет көрдім. Отбасы деген не, адамның махаббат деген дүние не, неке деген нәрсе не. Бақытсыздығыңды созуға бір керемет жағдай ғой дейді. Музыка деген тек сұлулыққа, әсемдікке ғана емес, жамандыққа да бір адамның ішіндегі қатпарында жатқан бір дүниелерді де оятып жіберетін құдірет екен ғой. Ұл баласында, қыз баласында жезөкшелікке итермелейтін нәрселердің бәрін ешкім неге сол салмайды дейді. Бұл анталап тұрған проблема ғой дейді енді. Кішкене адамдар отыр жай қойсай десең, аға мен соған үйреніп қалған ғой дейді. Көрдің бе, уже ол наркотик сияқты. Көзге шөп салу тек телесіне ғана болмайды деген нәрсені айтып тұрған сияқты. Ойлы жастарға бұның беретін өте көп та, отбасына құрмай тұрып оқып шықса да болады дейді. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздер Азамат Скаков YouTube каналындасыздар. Біз кітап талдау рубрикасын жалғастырып жатырмыз. Бүгін ерекше түсірілім, өйткені екі ұстазымды бірдей алып келдім. Екі ұстазым бар, Ұлан ағай бар, Ақбат апай бар. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Талдайтын шығармамызда андай енді ерекше мен бұны білмеймін, бірнеше рет жылап оқыған кітабым болды, бір ауыр не болды, бірақ сабағы көп. Қоғамдағы оқиғаларды күшті ашқан. Сонымен неден бастаймыз, Ұлан ағай? Мен жақында бір тыңдадым, Финляндияның ба бір адамдары подкаст жасап, сіз бастаған кезде крейсер сонатасының сыртында 16+ деп тұр ғой. Соны тағылап отыр екен әлгі подкастта. 16+ неге шектейміз? Мүмкін қыз баласы, мүмкін бозбала жігіт 10 жасынан бастап болашақ өмірінің жарын ойланып шығар. Отбасын шаңырақ құрам, мен қандай жар таңдаймын, немесе мен қандай күйеу таңдаймын деп ойланатын шығар. Неге оны 10+? Кім ойлап тапты осыны деп сұрайды да жаңағы. Журналист сұрап отыр, кілең әдеби эксперттер жинап алған. 16+ дәл осы крейсер сонатасын талқылап отыр. 16+ деген сөз, сонда біз жаңағы адамның ой еңбегін біз шектей аламыз ба деген сияқты. Сол үшін енді осыны себеп қылып айтайын, крейсер сонатасы бұл енді Толстойдың, жалпы Толстой өзі ойдың адамы ғой, ойдың, ішкі азаптың, ішкі ізденістің адамы. Сол үшін біздің қазақ қоғамына да бұл осы шығарманы қазақша сөйлеткен Ғаббас Жұмабаев деген үлкен біздің ақын, публицист, Ганс Христиан Андерсеннің ертегілерінің барлығына дерлік классикалық аудармасын жасаған кісі Ғаббас Жұмабаев. Сол кісінің енді бір аруағы риза болсын деп айтып отырмыз. Қазақ оқырмандарына жетті. Жалпы біздің оқырмандарымызға осындай вызып тастайтын шығармалардың біреуі. Дүниежүзілік, тек қана қазақ емес, тек қана орыс емес, бүкіл әлем оқырмандарына осы шығарма шыққан кезде Европа жұртшылығына, орыстар енді бірден қабылдамады ғой. Европа жұртшылығына кәдімгідей бұл вызып тастаған ерекше туынды. Сондықтан енді бұны былай астарын айтып, басқаға біз оқырмандарымыз ондай тереңдікке апармай, көп нәрсе өзіне қалдырып, біздің өзі сұхбатымыздың бір стилі бар, әуел бастан Ақбот да біледі. Ол біз мынаны сол қаңқасын жүріп өту арқылы, одан кейін барып анализді, тәпсірлеуді барлығын өзінің оқырман жеке кітаппен қалып талдауына қалдыру. Сол сүрлеумен жүріп өтуге мен дайынмын. Ақбот апай. Енді Толстойдың бұл шығармасы мен студент кезінде оққан, тапсырма береді, соны тапсырма бойынша орыс әдебиетін оқып, бағамызды алып кеттік қой. Бірақ кейін осы отбасы құрғаннан кейін, өмірді енді азды көп дүниені көргеннен кейін мүлдем басқа қырынан ашылды, басқа жағынан бір шығарманың студенттік кезімде бір өзегіне түсе алмаған екем деп ойладым. Бұл шығарма жан мен тәннің, махаббат пен ғадауаттың трагедиясы деп қабылдадым мен. Жан мен тәннің бір дихотомиясы ма, бір жан мен тәннің ажырап кеткен, жанның қалауы не, тәннің қалауы не деген сұраққа өзі Толстой өте көп ұзақ ойланған секілді көрінді. Және бұл Толстойдың өзінің де бір кризиске ұшырап, бір дағдарысқа ұшырап, өзінің рухани, діни тұрғыда үлкен дағдарысқа ұшырап, өзінің бір өмірінің шағындағы, бір кульминациялық шағындағы жазған шығармасы, осы шығармасы, бір Отец Сергий, Воскресенье, сосын осы крейсер сонатасы. Осы үш шығармасын ол өзінің ішкі дүниесіндегі бір аласапыран, бір арпалыс кезіндегі, үлкен бір ізденіс кезіндегі туған
аласырып өзін осы сұрақтар не істейміз, мынау отбасы деген не, адамның махаббат деген дүние не, неке деген нәрсе не, махаббат мәңгі ме, қыз бен жігіттің махаббаты қалай болу керек, мынау зина деген нәрсе, нәпсі деген нәрсе деген сұраққа, мынау ұлы сұрақтар дейміз ғой әдебиеттегі, ұлы тақырыптарға жауап іздеген шығармасы. Сондықтан бұл былайша айтқанда светское общество дейміз ғой, мынау сол кездегі бай бағландардың, сол бір зиялы қауымның бетіндегі бір маскасын, бір сіресіп қатып қалған маскасын жұлып алған шығарма болып елестеді. Солай қабылдадым. Және Толстой шығарманы жазып отқанда өзінді аямайды, оқырманды да аямайды. Кәдімгі осып түсетін шығарма. Иә. Енді анау мен бір қалаға ұшып бара жатып ұшақта бастадым. Сосын бір ұшақ қонар уақытта бастадым. Одан кейін қонған кезде бір кісімен кездесуім керек еді. Ананы тоқтай алмай қалдым мен. Сосын қонсам ана кісі айтты, Азеке, ренжімейсіз ба, кішкене босамай тұр. Ойбай, еш ренжімеймін деп қуанып кеттім да, барып бір кофейняға барып бітіріп тастадым. Сол жерде бір енді жаңағы соңында қатты сезімге беріліп жылап жібердім да. Сөйтсем ана жақта отырған мен бір оқырманым отыр екен, бір қыз отыр екен. Сол түсіріп алыпты. Мен бір еркектің кофейняда жалғыз өзі кітап оқып жылап отқанын бірінші рет көріп тұрмын. Иә, ана басында танымаған екен, кейін жазып қойыпты. Басында танымадым деп ше, кейін Азамат мырза келді. Енді оқиға желісіне келетін болсақ, пойызда басталады, иә? Пойызда басталады, Познышев, ана үшеуі күшті бір купеде әңгімелесіп отқан кезде Познышев кейіннен қосылады, иә? Мынау Толстой сол бүкіл бұл сұрақтар енді жаңа айтып отырмыз ғой, діннің сұрақты, жан азабының сұрағы. Бірақ біз мысалға Інжілді алып немесе Құранды алып, басқаны алып, өзімізбен ізденіп оқып, адам баласын оқып кетуі ілуде біреу ғой енді былай. Әркім өзі сөйтіп, мына өмірдің тіршілігі бар, күнделікті тіршілігі бар, сонымен ағымға кетеді. Мына ішінде мынандай сөз бар, бүйтеді, қала деген бұл адамның өзінің бақытсыздығын жасыруға керемет бір құрал ғой дейді да. Себебі өзінің бақытсыздығын жасыруға қала, өйткені жұмыс көп қой, анау шығады, қаланың жаңалықтары көп, ана көше, анада театр болады, анада күнделікті құм қуат тіршілік ол алып кете береді. Сонымен өзінің бақытсыздығыңды созуға бір керемет жағдай ғой дейді. Сол сияқты біз мысалға өзіміздің мәңгілік іштегі сұрақтарымызды көп ойландырмайды, ал бірақ осы жерде құтқарушы бұл әдебиет өнер. Соны бір әдемі қылып жаңа сіз айтқандай сол пойызда келе жатып бір әңгімеден әңгімеге табиғи өріспен сөйтіп алдыңа келіп неғылған кезде сен қалай оның ол тақырыпқа өз сол кейіпкермен бірге қалай кіріп кеткеніңді білмей өзіңнің де ішкі дүниеңді ойлайсың. Бәріміздің белгілі бір деңгейімізде көкейімізде сұрақтарымыз бар. Әрине бәріміз ана Толстой айтқан 0,1%-тің ішінде 0,1% деген бар. Бастан аяқ 0,1% айтады. 0,99 отбасы осындай ғой, 0,99 отбасы өзін жасырып жылмайып жүреді ғой деп айта береді. Бірақ біз мысалға отырған үшеумізде ол 0,1-дің ішіндеміз деп сезінеміз өзіміз. Мәселе сода ғой. Жұрттың бәрі 0,1-дің ішінде сезінеді. Бірақ оның жұрттың бәрі 99 екен, Толстой айта береді, ескерте береді, әр бетінше айтады 99-сындар ғой дейді. Бірақ ешкім 99 екенін мойындағысы келмейді. Сол пойызда жаңағы Азамат өзің айтқандай солай басталып кетеді. Бірден енді анау адамдарды суреттеген кезде бір адвокат отырады, бір самал кішкене көріктілеу бір ханым отырады, содан адвокат екеуі тіл табысып, екеуінің идеясы да бір өзі. Сөйтіп, бірақ ана кісі жасына жетпей шамалы самайынан алған дейді, Познышев айтып тұр ғой енді. Бірақ бір өзі жат көңіл, ешкіммен әңгімелескісі келмейді, сондайды бірдемеден қуыстанғандай дейді. Біртүрлі бір күрсінген дыбыс шығарып қояды арасында. Деп сол кезде бір әдемі символикасын беріп отыр ғой. Толстойдың шеберлігі сондай еш нәрсені ашпай бір уақытымен береді да. Толстойдың шығармасында динамика біртіндеп дамиды ғой. Қызғаныш динамикасы да өте ғажап. Қызғаныштың динамикасын біртіндеп тамтымдап алып келеді. Ол бірден беріп қойса қызық емес қой. Сонда жалпы динамика жаңағы нараторлар мына жерде бұл жердегі сол 3-4 адам ғой әңгімелесіп. Махаббат бар ма? Өзі қыз бен жігіт үйленгенде қалай болу керек, жалпы сондай бір сұрақтар, жай кәдімгі сұрақтардан басталып кетеді, өз диалогтар ғой өз басы. Сонда жаңағы әлі негізгі әңгімеге, жаңа Познышевтың жан қайғысына келмей, әңгімеге негізгі біз осы крейсер сонатасына келмей тұрып, ортада енді бір үлкен оқиға болады, ол әлгі ескіліктің адамы ғой деп, ана князь бір үлкен ақсақал, ол жаңа бұлардың махаббат туралы әңгімесін, бұл махаббат деген нәрсе ол жалпы ер адам үйде не айтады,
ер азамат сол шешеді. Сол болды. Сонда анау ханым әйел айтады да, сонда қалай адамда сезім деген болмай ма, ол не деген болмай ма? Ой, оның бәрін түсіндіру үшін көп. Ананың станциясы да жақындап қалады. Бұл тек қана бұл айтады, үйде тыныштық болу керек, қоғамда тыныштық болу керек. Еркек айтты, отбасы болды дейді. Патриархалды, енді Ресейдің патриархалды көзқарастары жазылған ғой енді. Бірақ бұл жерде енді біраз таласқа кіріп кете аламыз. Бір жаратылыстың заңдылығын айтқысы келген дейді ол өзінше. Ол өзінше бірақ оны енді жалпы мына өзі кәдімгі шаруа адам болғаннан кейін, шаруа ақсақал болғаннан кейін, ана кісілер енді бәрібір жеңді оны. Бұл ескіліктің адамы ғой деп. Бірақ жалпы мысалға Ақбота екеуміз қазір қол күрестірсек, бірдеме мен жеңем түбінде. Қанша Ақбота енді қанша енді не болса да, тем более азамат көмектессе де әйтеуір бірнеше жеңеміз. Енді бұл жаратылыстың заңдылығы деген нәрсе. Жеңілетіміз хақ қой. Жоқ, мүмкін сен спортсмен шығарсың, білмеймін ғой мен, бірақ ол бірден жеңілмейтін шығар. Бірақ бұл жерде Толстой сондай қандай не айтқысы келді? Бұл арқылы нені себелеп кеткісі келді, не айтқысы келді? Оның да ішкі ізденісте болып тұр да. Мысалға, мен де отбасымда гуманный болғым келеді. Бірақ гуманносты адамдар қалай түсінеді? Бүкіл әйел парасатты болып, бүкіл дүниежүзінің әйелдері парасатты болып кетті, немесе бүкіл дүниежүзінің күйеулері парасатты болып кетпеді. Осындай бір жаңағы момышұлы айтатындай жаңағы тәртіпке бағынған құл емес дейді. Сондай бір тәртіпті айтқысы келді ма? Сөйтіп осы мәселені қыздырады да, бірақ аяқсыз қалдырып кетеді. Аяқсыз қалдыра салады. Ол несіне келеді да, түсіп қала салады. Ол станциясынан түсіп қалады. Оны отырып ал, не ойлайсың енді, ол өздерің айтыңдар. Дегенмен осы жерде бір шығарма бар. Бір шығармаға дейінгі бір шығарма бар. Оны білмеймін енді, бұл сұраққа кірсек қазір ұзақ бір әңгімелерге кетіп қаламыз терең. Бірақ бұның тырнақшаның ішіндегі жемісін де көріп отырмыз ғой қазір қоғам көріп отырмыз қазір жалпылама бәлесі бірнеше дейді, шашпы ЛГБТ дейді, басқа дейді. Сол кездерде адамның, бұл жаңағы шаруа бүйтіп айтады арасында. Бұның бәрі білімділіктің кесірі ғой дегендей, білімпаздықтың кесірі ғой дейді. Ойбай-ау дейді, ана білімпаз адам мынау не деп қуып кетті дейді. Білімпаз адам сонда немене дейді да. Анау бірақ тағы да жауап айтпайды. Бұл кесіп шорт айтып, қызық енді сөздері. Бірақ бұны Толстой салып отыр аузына. Толстой оны бекерден бекер диалогқа шақырып отыр. Бізді диалогқа шақырып отыр. Оқырман диалогқа. Сөйтіп бір шығарманың ішіне бір шығарма қосшы. Ол кезде сосын ана кісі түсіп қалады. Одан кейін ана екеуі асханаға кетеді, жаңағы ханым мен Адыл сөздері жарасып. Сөйтіп бұл да сыртқа шығып кеткісі келеді Толстойда, иә? Толстой деппіз ғой енді. Автор. Ол да бір кезде сыртқа шығайын десе, ана екеуі екі бәле қайтып келатыр екен әңгімелесіп. Махаббат қой, енді ажыраспағанда қайтеді деп бүйтіп келатыр екен да. Енді осы жерде келеді да, тағы да бір анау бірақ енді ажырасу, анау күйеуі енді оны не өлтіріп тастау керек па? Өлтіріп тастаған жоқ. Адам өлтіргенше ажырасып тынған дұрыс қой дейді. Дұрыс қой енді. Бәрі адам өлтіре бермейді, еркектің бәрі. Сонымен сөйткен кезде анау да бүйтіп позын шыптып, кішкене құлақ елеңдеп, енді соның тақырыбы ғой енді. Бүйтіп айтады Толстой. Қалтықсыз орнында қалған, бірақ құлағың бәрі бізде екенін сезін дейді. Уже ол нені настройка жақындамаса да, кейіннен жақындайды. Сөйтеді да, сіздер қасиет деймісіз, махаббат деймісіз деп сөйтіп сіздер болсаңыз мен өзім өз әңгімемді бастайын дейді. Мен өлтірген адаммын дегенде барлығы бәрі үнсіз қалады дейді. Жоқ, қашып кетеді. Тек қана мынау басқа вагонда. Автор ғана тыңдап отыр ғой. Ана екеуі тіптен басқа вагонға ауысып кетеді. Ананда енді апасына мен өзімді әйелімді өлтіріп салған адам, мен соның бірімін деген кезде ешкім тыңдағысы да келмейді. Сосын бұл Толстойға сұрайды, сен де қашқың келіп отыр ма, кете бер дейді да. Негізінде ешкім тыңдамайды ғой мені дейді. Жоқ, мен тыңдағым келіп отыр дейді. Бұған керек емес өз қоғамның енді жазушылар қоғамның шпиондары ғой. Ары қарай енді Познышевтың баяндауы ғой енді өзінің жалпы. Познышевтың енді бұл жерде басты кейіпкер Познышев. Познышев жалпы 30 жасқа дейін мен негізі бір түп-түзу жолмен жүріп келе жатыр едім дейді. Бірақ ағамның достары мені публичный домға алып барды дейді. Мен 20 жаста. Сол публичный домға барып, тәннің рахатын көргеннен кейін мен бұдан арыла алмай қалдым дейді. Кәдімгідей 30 жасқа дейін, как все дейді ғой, бәрі қалай жүрді, еркектер дәл солай
мен де сол дәстүрді бұзбай, мен де сол бойынша жүрдім дейді. Яғни 30 жасқа дейін, былайша айтқанда, ойына келген нәрсені жасап жүр ғой енді Познышев. Бірақ 30 жасқа келгенде ойлана бастадым. Енді не істеуім керек, енді үйленуім керек қой. Үйленуім керек, енді үйленген кезде бір жаңағы өзі сұлу, өзі сымбатты, өзі бекзада, өзі пәк, өзі бір жаңағы инабатты бір қызды табуым керек деген бір сондай өзіне сондай енді үйленуім керек деген алдын мақсат қояды. Сөйтіп жүрген кезде сонда енді былай қарасаң сол қоғамды да көрсетіп тұр ғой, солай жүру 30-ға дейін ер азаматтардың солай жүруі норма болып кеткен деген нәрсені де көрсетіп отыр да, как все дейді да, біз бәріміз де қоғам бәріміз осы жолмен кетіп бара жатқан едік дейді. Содан енді бір күні жаңа қайықта жаңағы сырт келбеті жарасқан, өзі сымбатты, мынау сыртқы пошымы сондай бір сымбатты бір қызды кездестім дейді. Көйлегі, енді оны детально жазады шығармада жазушы. Содан не істейді, ол қызбен танысады, сосын ол қызбен бір махаббат болған сияқты, жақсы көрдім, сүйген секілді болдым дейді. Бірақ бұл енді өзі бай дәулетті кісі ғой енді бұл кісі Познышев. Содан екеуміз үйлендік дейді. Одан үйлендік дейді. Балайына баратын дейді. Балайына бардық дейді ғой. Сол үйленгеннен кейін сол ел қатарлы балайына бардық. Балайында жүрдік. Бірақ біртүрлі біраз уақыттан кейін айтатын әңгіме таусылып қалды дейді. Ары сөйлестік, бері сөйлестік. Жаңағы әйелімнің де кішкене қас-қабағы қатулы. Онша бір ойлап қойым, шешесін сағынып жүрме екен бұл мүмкін, шешесіне төркінді жіберем ба, шешесіне жіберем ба деп, сондай, бірақ мәселе шешесінде де емес еді дейді. Содан ары қарай шығарма өрбей береді. Содан жаңағы сөйтіп ортада бір қанша 5 жылда өте ме? 2 жыл, 5-6 жыл ортада 5 баласы, әйелі. 5 баласы. Познышевтың дүниеге 5 бала келді дейді. Содан ары қарай бала тақырыбына өтіп кетеді. Бала жалпы 5 бала келгенше анау басында бір жақсы көріп сүйіп жүрген секілді болдық дейді. Бірақ ары қарай бұл тек қана бір ешқандай әңгіме жоқ, тұрмыстың ғана. Жаңа Ұлан ағай айтты ғой, біз қалада жүрген кезде бізді мынау назарымызды алаңдататын дүние көп қой. Содан өзіңе үңілуге, жаныңдағы әйеліңе үңілуге ешқандай уақыт жоқ. Солай сол жаңағы легімен кете бердік. Біз бір-бірімізден алыстай бердік дейді. Бірақ жанымыз бір-бірімізден алыстай берді дейді. Содан сөйтіп жүрген кезде жаңағы баламыз әйтеуір келді. Сол бала келгеннен кейін біреуінің құлағы ауырады, біреуінің мұрны қанап кетеді, біреуінің басы ауырады, әйтеуір біреу жүгіріп келіп басым ауырды дейді, біреу мұрным қанап кетті, біреуім тұмау тиді дейді. Сонымен әйелі кәдімгі тұрмыстың үйлеуінде әйтеуір сөйтіп екеуі күн көшіп жүре береді. Сол жерін күшті сипаттаған уақыт жоқ қой. Уақыт жоқ та, уақыт жоқ. Біздің заманда да сондай ғой, шын мәнінде кей кезде таң қаласың, Толстойдың ұлылығы дәл бізде де жаңағы 0,99 деп көрсетеді ғой. Қай пайызға кіреміз деп өзің ойланып қаласың. Ана пайызға кіреміз ба, ана пайызға ма деп. Сол пайызды Ұлан ағай өте дұрыс айтып отыр, сол пайызды өте көп көрсетеді. Содан кикілжің, ұрыс, талас, ары қарай толастамай не істеді? Ары қарай түрлі ұрысқа ұласа берді, біз алшақтай бердік бір-бірімізден дейді. Бұл жерде жаңағы енді осы үйленгенге дейін тағы бір проблеманы қозғайды. Жаңағы әйел азаматтар, жезөкше үйлері, сол замандағы индустрия ғой енді. Қазір де қарасаң, біз үлкен мысалға автокомпаниялар болсын, барлық жерде мысалға біздің өзіміздің қыздарымыздың сурет тұрады. Дөңгелек сататын дүкенде барлық жерде көбінесе қыздарымыздың сурет тұрады. Ол не үшін тұрады? Неге мысалға ұл балдарында сурет тұрмайды жүрден? Бұл кәдімгі бір ақша құралы ретінде қояды да, адам көз тартарлық қыздың суретін қояды. Мысалға үлкен такси компаниясы болсын, машина компаниясы болсын, киім компаниясы болсын, барлық жерде де үлкен өндірістердің барлығында солай қояды. Сол проблеманы айтады, үйленгенге дейін бұл енді айтады ғой. Сонда дейді да, жалпы бұның өзі жаңа алғаш сол жаман жерге барған кезде қазір енді бұл барлығынан түрмеде отырып шығып, бәрін сараптаудан өткізіп барып айтып жатыр ғой. Бұның бәрі жан жағымызды қоршаған, анталаған бір жауыздық қой дейді да. Егер біреу наркотик сатып жүрсе,
оны сразу біздің полицей қамайды дейді. Ал неге осы қоғамдағы әділетсіздіктің барлығын жаңағы бізді жезөкшелікке итермелейтін ұл баласында, қыз баласында жезөкшелікке итермелейтін нәрселердің бәрін ешкім неге сол самайды дейді да. Бұл анталап тұрған проблема ғой дейді да енді. Бірақ норма болып кетті. Иә, бірақ норма ешкім тұсау самайды дейді. Бұл сондай сұрақ тастайды ортаға. Бұл неге бұлай дейді да, сонда адамды ойландырады да бұл. Мысалға біз неге солай болып кетіп бара жатырмыз? Мысалға барасында дәрігер сол проблемаға қарсы шығудың орнына дәрігер оны емдейді, сен оны былай не қылсаң, сонда сен ауырмайсың дейді. Қыздарға да шешіп берген, жамандық жолмен айналысуға болады, ауырмайтын жолын шашып берген. Ауырмайтын жолды емес, соның себебімен күреспейді дейді қоғам. Сөйтіп бұл солардың бәрін айтады. Осы проблеманы ортаға тастайды. Есіңе түсіп отыр ма? Иә, мен де тап болдым дейді ғой ол кісі. Иә, жас кезінде. Иә, соның барлығын дейді. Мысалға дәрігерлерде де сөйтіп қатты. Содан кейін барып енді бұл үйленген кезде қызық деталь айтады. Үйленген кезде жаңағы тігіншінің де махаббатқа қатысы бар дейді. Тігінші дегенде анау көйлегін бүйтіп тырыстырып тіккен ғой енді әдемі болсын деп. Бүкіл ана сыр сымбаты білінетіндей қылып жаңағы молынан пішпегендей барлық жабыстырып, сонда ана әйелімнің бірінші кезекте көзге түскен дүниесі де сол жаңағы сырсы келбеті ғой, ана киімнің бәрін тырыстырып әдемілеп тігіп бергеннен тігінші де кінәлі дейді бұл жерде, иә. Ренжиді иә оған? Иә. Бұл жерде мынандай ғой, қоғамда стереотип енді бәріміз қазір бала өсіріп отырмыз, бәріміз ата-анамыз, иә. Соны жалпы аналарға, бүкіл әлемдегі әйел азаматтарына бір сұрақ тастайды да, сонда қыз баланы құтты орнына қондыру кезіндегі ананың ойы қандай дейді да жалпы, әйелдің отбасының ойы қандай. Көбінесе әйел азаматтар жаңа көпшілігі дейді негізінен, олар сол көбінесе көзге түсіп барып тұрмысқа шықты. Өздері де сол қыздарына соны қалайды. Бірінші көзге түсіп, ана ортада көзге түсіп қалып, ана жерде бір пианино тартып жібер, ана жерде бір не қылып жібер, ана жерде көйлегінің омырауын сәл былай кеңірек ұста ашып жібер деген сияқты. Сондай психологиялар негізде астарында бұл өмірдің бір заңдылығы сияқты, өмірдің бір нормасы сияқты. Бұл соны да сынап өтеді да. Бұл жалпы негізінде мынау сол иман мәселесінде адамның сана бермесең қиын ғой дейді ғой. Мен әйелімді дейді арманынан шектеп қоя алмаймын ғой дейді. Әйелім армандайды дейді да, оның арманынан шектеп қойғым келеді мен дейді. Мысалы бір жаққа барғым келеді дейді, мен шектеп қойғым келеді дейді. Ана жаққа барғым келеді, шектеп қойғым келеді. Ал енді оның арманына шектеу қоя алмайтын болсам, онда оның саналы болғанын қалаймын, саналы болғанына тілекші боламыз. Басқа жол жоқ. Жақсы жар бер, оған ынсап бер, иман бер деп, әйел де солай дұға етеді, еркек де солай дұға етеді. Басқа шешімін, ол шешімді айтпайды енді, мен өзімше шешім алған. Соған келтіріп қояды да. Егер оның арманын шектеп тастай алмасам, онда не істеуім керек деп. Қызық енді, бұны мен соны белгілеп қойып. Азамат өзің не тастай беріңдер. Маған ана жер қызық болды. Жаңағы қазіргі білмеймін, Инстаграм жүргізеді, нетеді, біз жүргіземіз. Сол жерде айтады ғой, мен өзім үшін салып жүрмін дейді ғой. Соны бір Толстой бір бетке басып, бұның өтірік теңге келтіретін сияқты көрінді маған. Маскын шешіп жіберді. Иә, өзім үшін боянамын, өзім үшін әдемі киінгім келеді дегенде. Бірақ енді бір заңдылықта сияқты. Маған анау қыры қатты ұнады. Толстойдың, мысалы, бізде дінде музыка тақырыбы кішкене біз жақтырмайды кішкене, дін тақырыбында. Дінде музыка тақырыбын жақтырмайды, құптамайды. Соны Толстой ана жерде бір білмеймін, бір әдеби тұрғыдан жаман екенін көрсетіп берді ғой. Ол соңына, сенде киноның соңына қарай білесің, сегіп кетіп жоқ, біз кино көріп жатқан кезде өткіз көресің. Демалу керек дейді. Киноның соңына қарай келеді. Қай жері қалды? Қай жері болғанда киноның ортасына келеді. Жоқ, онда соңынан бастайық десек, онда соңынан бастайық. Бірден пышақты бүйіріне салып әйелі бұлай өлтіре салып қабырғаның астынан жүрейік. Сонымен бұл сондай бір ізденісте жүр ғой ой несінен. Мысалға қызық айтады, біз бойдақ кезде өзімізше, біздің қауымда керісінше дейді. Бойдақ кезімізде адам өзінің қалауына ерік, нәпсісіне берік болуды аз да болса ықтият болып жүреді екен да. Үйленген соң бәрі де нәпсіні тиюдің енді қажеті жоқ деп ойлайды екен дейді. Үйленгеннен кейін ата-ананың рұқсаты бойынша жұбайлардың алыс сапарға оңаша шығуы,
бұл немене зинақорлыққа рұқсат беру емес немене дейді. Бірақ ождан заңын бұзсақ сазайыңды тартқызбай қоймайды дейді. Мысалға ше, біреудің баласын ұрыссақ, бір нәрсе қылсақ, адам әйтеуір не қылады. Ал өздері бірақ балайын ресмилеп қойған дейді да. Бұл өзінше ізденісте жүр ғой. Бал жаласар дейді. Жаласар деген күшті. Аударманы қарашы. Бал жаласар айымды өткіземін деп қанша тырыссам да ештеме шықпады дейді. Ылғи бір жеркенішті, ұят һәм көңілсіз көрінеді тұрады. Көп ұзамай аяғы ауыр қасіретке ұласты дейді. Мұның өзі де көп ұзамай-ақ басталған. 3-4 күн өткесін дейді үйленгеннен. 3-4 күн өткесін ғой деймін. Әйелімнің қамығып отырғанын көріп, жаңағыдай бағдай, сен мені сүймейсің, көріп тұрсың. Негізі болады өзі, әйел әсі тіркейді. Бір нәрседен қамығы салап, ол неден екен, оны білмеймін. Әйелдің табиғаты рас, сондай кішкентай нәрсеге қам көңіл ғой, бір нәрсеге бір. Ер азаматтар елемейтін нәрсені әйелдер елейді. Сондықтан сол нәрсені ер азаматтарды елесе екен деген бір сондай дүние. Сосын ер азаматтардан сондай бір көңілді күтеді әйелдер. Сондықтан енді ер азамат мүмкін елемей кетуі мүмкін. Әйел үшін өте маңызды. Елемей ме екен, елей алмай ме екен? Бәлкім ол проводтар бізде жалған баған шығар. Мен де өткен бір нәрсені айтып отырсам, екінші рет сұрайды да үйде да. Жаңа айттым ғой десем, мен қайтадан айтасың болмай ма дейді. Сонда сол кезде тыңдамаған да. Екінші рет болды ғой сонда деймін да, мен не үшін қайтадан айтуым керек? Екеуміз не үшін әңгімелесіп отырмыз деймін да. Содан әйелдердің басына басқа дүниелер, тұрмыстың дүниелерді, мына мидың көп нәрсесін алып қояды ғой. Анасы бар, бала бар, тамақ бар, анау бар. Тұрмыстың дүниесінде көп дүние миды көп нәрсені қамтып тұрады. Ал ер азаматтардікі бір түп-түзу жолмен айтып отырады. Әйелдерді мүмкін кей кезде шын мәнінде ана дүниелерді бір көңілін алаңдатады да, тыңдап отырған сияқтысың. Сосын мен де жолдасым өте дейді, жаңа ғана айттық қой деп. Неге қайта-қайта сұрай бересің? Осы әдетің жаман осы, сен қайта-қайта сұрайсың. Мазақ қылып отырма деп ойлайсың. Мен ғана емес екен ғой деп қалдым. Индирада сондай екен. Мазақ қылып отырма деп ойлайсың. Жақында мен бір мынандай не оқыдым, мақала оқыдым да, бүйтіп айтқан екен. Мына психологияға қатысты бүйтіп айтады. Жалпы бізде ғана біз СНГ бойынша бұрынғы постсоветтік өңірлердің барлығында көбіне бүйтіп айтқан, енді орысша ғой. Ана у мужчин отрезали головы от тела дейді, денесін бөліп тастады дейді. Ол не деген сөз дейді? Еркектерге сезімін тыйым салып тастады дейді. Сезімге тыйым салынды дейді. Әйел адамдарға тілін кесіп тастады дейді. Айтуға рұқсат жоқ дейді. Анау қалауын айтуға, қарсылығын айтуға рұқсат жоқ дейді. Бұл мен ойлайтын бәлкім біздің келіндерде енді бастапқы этапта сондай бір нелер бар ғой, кейбір өңірлерде. Сөйтсем бұл СНГ бойынша постсоветтік кезең. Енді қазір мақсат мынандай, еркектер денесін қайтып басына қосу керек дейді, сезімдерін сезуді үйрену керек дейді. Әйелдер тілін, дауысын шығару керек дейді. Дауысын шығару дегенде жаңағы ойын айта алады, сезімін айта алады деген сияқты. Екінші бір ол дәлелденген мәселе мынау психологияда, ханымдарда енді физикалық тұрғыдан төрт кезең өтеді екен бір айдың ішінде. Бізде біреу ақ өзі. Біз өзі жаңа осы қалыпта. Бұл сондай қалтарыстар біле бермейді ер адам. Біз оны білмейміз. Физикалық 4 кезең бар екен. Денесі 4 рет өзгереді бір айдың ішінде. Өйткені енді бала көтереді ғой, соған дайындалған, солай жаратылған дене ғой. Енді ол уақытта бүйтіп күшті жазғанда мақалада, бізді қоя берші дейді. Ол кісі өзі де түсінбейді өзін дейді, сол дәуірде. Ол кісі өзі де түсінбейді дейді да. Не болып жатқанын ше. Үшінші бір жаңағы жерден ойыма келгені, әйел адам бір уақытта 4 процесті өте оңай алып жүре алады екен. Жаңа тамақ жасап жатып, мына жақтан Юсуп сериалды көре алады, мамасымен сөйлесіп жатады, телефонмен сосын, қолыңды күйдіресің деп ана жақта бәрін істейді. Бізге бір немесе 2 процесс. Мен мысалы бір күшті кино қоссақ, мен көріп отырсам, сосын келіншегім бір нәрсе сұраса, мен тоқтатамын да, сөйлесеміз бе әлде кино көреміз бе деймін ше, өйткені мен екеуін не алмаймын да. Бұл жерде енді бір сұрақ енді мысалы Ақбота екеуіне жаңағы ішіне ақыр ортасына, бел ортасына келдік қой, енді үйленгеннен кейін 5 бала болды дедік. Сонда сол 5 балаға дейін соның солай екеуін бір-бірін ұнатпай енді қырғиға болып жүріп, тек қана жаңағы нәпсілік, құштарлықта кейде қосылып қайттан енді өмірдің тіршілігімен 5 балаға дейін екеуінің сөйтіп өмір сүріп сонша уақыт өткізгені бұл жерде дұрыс нәрсе ма? Позыншылыққа дұрыс па, дұрыс емес па? Менің есімде қалғаны ол жаңағындай сияқты да, әйелі жаңағы сол баланың біреу ауырып қалды, біреу құлап қалды, сонымен жүре берді. Бұл кітаптың сыртынан тыс сұрақ. Кітаптың сыртынан тыс сұрақ. Дұрыс па, дұрыс емес па?
енді мысалы сенің жолдас балаң дейік енді бір солай болды иә Иә. 5-6 баласы бар әйтеуір отбасын бұзбайын деп осынша жыл тұрды ортада 5-6 болғаннан кейін онсыз да бұза алмайтын халге келді Иә. сөйтіп өмір сүріп жатырмыз дейді сол дұрыс па дұрыс емес па дейді сұрақ меніңше бұзбау керек сияқты. білмеймін енді бұл жерде енді жаңағы не ғой Познышев енді бір анау бір әйелдің бір қым қуыт жаңағы бір психологиясын түсінбесе де ең қарапайым нәрсесін де түсінбеген сияқты әйелінің ол тіпті музыкаға да қабілеті бар екенін осыны қиын санатаны да орындай алатынын білмеймін маған Познышев пен әйелі біреу жер мен біреу көктің адамы секілді көрінді екі әлемнің бір жерде рухани тұрғыда тоғыса алмай тұр бірақ жаңағы тәннің қалауы бойынша әйтеуір жаңағы бәрі солай болу керек яғни 5 балалы болу керек балам болу керек деген нәрсемен бірақ енді бұл жерде нақ енді жауап беру қиын мысалы дұрыс па дұрыс емес па деген бір мүмкін жан жағындағы отбасының бәрі солай болды ма деймін да бізде де солай ғой енді бәрі кімнің үйінде не болмай жатыр құрсын деп жүре береді ғой былай қарасаң біздің қоғамды да көрсетіп отыр енді 3 баласы бар 2 баласы бар соң бала болғаннан кейін байлаулы болады жауапкершілікті нетеді мүмкін енді Познышевтың да әйелінің де екеуінің баланың алдындағы жауапкершілік бар деп бірақ Познышевтікі онша бір балаға да бір қатты бір жауапкершілік жоқ сияқты шығарманы оқып отырсаңыз көп жағдайда әйелі барлық нәрсеге әйел жүгіріп жүр бір өзінше Ақбота енді сөзіңді бөлдім өзінше бір жауап табады бүйтеді осы оқиғаны жаңағы сұрақты ақтап шығатын бір өзінше жауап табады бүйтеді екеумізді солай уақытты созған ол бала еді иә екеуміздің арамыздағы бір ешқандай бір ізгілік қалмады ортамызда 4 күннен кейін үйленгеннен кейін 4 күннен кейін ананың бетіндегі өшпенділікті көрдім дейді мен жеп қоя жаздайды тұр дейді да 4-ақ күн үйленгенде сол кезде барлық шешілді дейді 4 күннен кейін бүкіл мәселе шешілді дейді мені былай өлтіргісі келіп тұр дейді өйткені бұл кімде әйелі де айтады негізі сен мені ұнатпайсың дейді жақсы көрмейсің деп четкий диагнозын берді Познышев оның несіндегі ызғарды көрді бір ызғар болғанда да бұл қайтып емделмейтін ызғар бір қорқынышты бір сұсты бір өте сұсты бір ызғар өлер алдындағы ол ызғар ең соңында кітаптың соңында тағы айтылады бірақ кітаптың басында да соны айтады сонда шешілді ғой 4-ақ күн болды ғой енді қалай аяқтап алады өзінің кейіннен бұл анализ жасап отыр ғой түрмеден шыққаннан кейін қалай аяқтап алады бұл бүйтеді бала ортамызға бір тазалық болып келді енді сол бала біздің бір неміз болды жаңағы дәнекеріміз болды енді дейді қызығы мына дәрігер деген пәлекетті өзі жақтырмайды екен дәрігер келген кезде баланы емізбеудің жолын ойлап тапты иә технология келді ғой емізбеудің баланы емізбеген кезде балада анада мейірбандық кетеді басқа кетеді енді арамызда жалғыз бала бар еді дейді ол да кетті дейді ол енді емізбеудің жолын тапса қалаға көшейік деді басқа қылды енді оқырман онда детальдардың бәрін өзі оқиды оны емізбеудің жолын ойлап тапқасын ол да кетті енді арамызда сөзіңіз аузыңызда емізбеудің тәсілін сосын бала тумаудың да дәрігер осы екі нәрсені ойлап менің әйеліме осы екі нәрсені үйретіп кетті дейді сонда бұл ерте жастайынан тұрмысқа шыққан болып тұр ғой 30 жасына дейін 5 бала тауып тастайды сосын кейін тумаудың жолы ол енді жаңағы неде киноның соңғы жағында тумады сол жаңағы несі сол 5 баладан кейін тумаудың жолын қалаға барады енді құлпырып шыға келеді енді бірақ соған дейін ол 1 баладан кейін бе 2 баладан кейін ба ол емізбеуді ойлап табады емізбеудің денсаулығына жасаған зиян сен боласың деп сол емізбеуді ойлап тапқаннан кейін де оның психологиясы өзгереді енді біз оның Познышевтың әйелін сыртынан күстен аламайық бірақ Толстойдың көзіндегі ізденіс солай болып тұр ізденіс солай болып тұр да мәселе дәстүрлі табиғи дүниені бұзып жіберу ғой сонда құдайдан берілген бір адамға әйелге берілген нығметті адамдар араласып сол жаңағы бір системаны бір экожүйесін бұзып жіберген кезде екеуміздің ортамыздағы бір ғана жылылық сол бала еді енді бала емізуден де айырылғаннан кейін ол тіптім оның түрі одан ары сұрлана берді дейді қызық сұрақтар қойып жатыр бұл өте қызық қазіргі қоғамға да актуальды сұрақтар қойды ойланып қаласың сонда ер адам бала емізбейді ғой мысалы жоқ қазір емізе беріңдер дейді енді еркек пен еркек үйленіп жатса қыз бен қыз үйленіп жатса енді емізе бер демегенде емізе беріңді қоя берші ер адам туу керек немесе қыз баласы
біреуді жүкті қылу керек. Сондай аласапыран болып жатқан кезде бұл мына сұрақтарды бұл 2 ғасыр бұрынға жуық қанша болды? 1,5 ғасырға жуық бұрын соны қойып тұр ғой. Сөйтіп енді қалаға көшіп ары айтыңыз. Енді әдем келе жатырмыз. Оларға күштірет деп отырады. Қалаға көшіп әлі неге әлі шамалға өте аз қалды. Музыкант жігітке. Музыкантқа дейін 1-2 ақ бет қалды. Иә, қалаға көштік дейді. Жаңағы қалаға көшкеннен кейін балалар да кішкене есейді дейді. Енді менің әйелімдегі физикалық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан да бір трансформацияны көрсетеді. Ол кәдімгі өзіне көңіл бөліп, жаңағы бір сылап сипап, бір көз алдымда жаңағы әйелім құлпыра бастады дейді. Бұрын әйтеуір бір әйелімді онша қызғанбайтын, себебі бала туады, бала емізеді, бала туады, бала тіршілікпен әйтеуір жан-жаққа сол ана құлпыра бастаған кезде мен ішкіден сосын әйелдің сұлулығының ұлы қару ғой дейді. Мына сол қаруы былайша айтқанда күннен күнге үдей берді дейді. Содан кәдімгідей құлпырып, әдемленіп, жаңағы сұрланып кеткен түрі қайтадан ажарлана бастаған секілді ма? Бұл қалай болды деп сол жаңағы осы жерден енді әйелінің трансформациясын өте бір динамикамен ақырын көрсете бастайды. Иә, енді өз-өзіне енді балалар өсті, бала емізбейді, бұрынғыда етегіне оралып жатқан бала жоқ. Содан жаңағы қаладағы тіршілігі, жаңағы ағай өте күшті айтты, мына қаланың тіршілігі деген адамды шын мәнінде жұтып жібереді. Мынау кей кезде қаланың тіршілігі, біз өзімізде солай, біз күйбең тіршілікпен жүрген кезде біз өзіміздің мына онтологиялық қабатымызға, өзіміздің ішкі болмысымызға үңілуге кей кезде мынау тырп еткізбейді. Ұлан ағайдың күшті сөзі бар, қым-қиғаш деген. Қым-қиғаш өмірде жүрген кезде сен кімсің, әйеліңмен бір жақсы бір сұхбат құру керек па? Тіптен кей кезде бір әңгімелесетін адамды таппайды адамдар. Бір үйде 5 баламен шұрқырап жүруі мүмкін, бірақ бір үйде тұрса да телесный жүруі мүмкін, бірақ рухани бір-бірінен алшақтай бастады. Ал қала сол адамды өте алшақтататын бір құрал деп көрсетеді. Осы жерде Оралхан Бөкейдің Мұзтауы есіме түсіп кетті. Қалада жүріп адастың не, жаңағы көп қарағайдың ішінде жүріп адастың не, сол адасу, сол бір адасу ғой деген. Білмеймін, осы жері маған Оралханның сол Мұзтауына да есіме бір соған бір не көрсеткен секілді көрсетті. Әдемі сұлулықты қару ретіп қолданады деді ғой. Сол кезде Толстой айтады, қалаға көшіп барғаннан кейін сол ойландым дейді, соңынан ер азамат пен әйелдің қақтығысында бүкіл адамзатқа ортақ бір нәрсе бар дейді. Ер кісілердің қателігі, олар өздерін жаңағы қожайын болғысы келеді. Нәпсіге қожайын болғысы келеді. Жаңағы ше, былай жыныстық тұрғыдан болсын, басқадан бір қожайын болғысы келеді. Енді соның есесін әйел адам өзінің сұлулығымен, мысалы өзіндегі жаңағы ерді қызықтырып тұрған нәрсемен оның табанының астына салалады дейді. Бүкіл әлемнің еркектерін, жалпы ер азаматтарды табанның астына салалады. Өйткені есесін жібергісі келмейді ол да. Табиғи нәрсе ғой енді мысалға ше, біреуді бір ұрсаң ол да бір ұрады, жалпы енді немесе ренжиді дегендей. Сол реніші, басқасы, ішкі дүниесі, ол сол арқылы ер азаматты жаңағы билей алады. Негізінде ер азаматтар өзінше биледім деп жүр, негізінде шын мәнінде әйелдер билейді деп сөйтіп сол жерде келтіріп кетеді. Соны одан кейін енді жаңағы сөйтіп жүрген күннің несі бір музыкант қалай келеді өзі үйге? Қалада жүргенде әйтеуір қалай келгенін білмейміз, бір нақты бір анық жазбайды. Трухачевский ма? Трухачевский біздің үйге келді дейді. Басынан бір келгеннен онша жақтырмадым дейді. Бір түрлі әйтеуір бір жиырылып қалатын едім дейді Трухачевскийді көрсем. Бірақ ол атақты скрипач. Бұл скрипкада өте жақсы ойнайды. Негізі енді бұл жерде Толстойдың өзінің де негізі ол жас кезінде фортепианода өте жақсы ойнаған. Ясная Полянада өзінің несі бар, фортепианосы бар, өзінің скрипач досы бар. Сол скрипач досын Ясная Полянаға жиі шақырып, музыка жайында өте көптеген жаңағы нелер сұхбат құрдық дейді. Сосын кім өзінің жаңа өнер жайында деген трактаты ма, өзінің бір жинағы да бар ғой. Жалпы Толстой өмірінің бір шағында музыканың философиялық тұрғыдан өте көп зерттеулер жүргізген. Шпенглердің метафизика музыки деген, музыканың метафизикасы деген еңбегіне көп жаңағы сілтеме жасап отырады. Сосын жаңағы дос айтады, жаңағы көп Моцартты,
Бетховенді тыңдайтынбыз, бірақ Вагнерді ұнатпайтын еді. Гайденді жақсы көретін еді, Моцартты жақсы көретін еді, Бетховенді жақсы көретін еді Толстой. Бірақ Вагнерді мен жақсы көрсем, Толстой ұнатпайтын еді деп. Сол музыка жайында, бұл жалпы музыка Толстойдың өмірінде бір қатты үлкен бір санасына үлкен серпіліс салып келген, жалпы өнерге өте көп зерттеу жүргізген ғой өзі де. Сосын жаңағы мына жерде де музыка деген бір жағынан бір асқақтық категорияда, бір жағынан жеркенішті де бір дүниеге алып келеді. Бір екі ұдай бір сезімді бір музыкамен байланыстырады да. Сосын ана Шпенглердің бір де сөзі бар еді, жаңағы музыка деген ұлы құдірет, музыка рационалды санадан иррационалды санаға алып келеді адамды деп. Адамның ойының еркіндігін шарықтаған соншалық иррационалды бір санадан тыс дүниеге алып келеді. Сонда мына жерде де ғой, сізді мына рационалды ақыл ой, енді рационалды деген суық ақыл ғой, сол рационалды санада мына жерде познаштықты иррационалды санаға жібереді музыканың құдіреті. Бірақ музыка деген оқып отқанда ойладым, музыка деген ол құдірет деп айтамыз ғой, бірақ музыка деген тек сұлулыққа, әсемдікке ғана емес, сұлулыққа емес, музыка деген жамандыққа да, музыка адамды өлтіруге де, бір адамның ішіндегі қатпарында жатқан бір дүниелерді де бір оятып жіберетін құдірет екен ғой деген нәрсені де Толстой өте тамаша суреттейді осы жерінде. Енді анау қалай келгенін сұрап жатыр еді, қалай келгені түсініксіз, бірақ сол келді, үйіме келді, қонаққа келеді, үйіне қонақ. Әйтеуір оқытушысы болып кетеді ғой, әйелінің оқытушысы болып кетеді, сонымен екеуі скрипка, мына жерде бұзылады ғой. Бір күні келсем, қонаққа шақырды, көп адамдар келді дейді, содан оның алдында бұл үйіне келіп қалғанда екеуі дайындалып жатады ғой. Сол кезде мына жерде түйін сөз бар. Сен келгенде біз жаңағы осындай бір симфонияны дайындап жатыр едік дейді. Келесі жексенбіге дейді. Ми деген сөз бұның шамына тиіп кетеді. Біз деген сөз. Қалай біз дейді? Ол менімен біз деу керек еді ғой. Анаумен осы жердегі Толстой мы деген сөзге мы вместе готовились деп айтады да. Сосын былай шыққаннан кейін бұл жаңа мы деген сөз бұның қатты ойландырады. Қалай біз? Жалпы өз табиғатында бір шамалы күйгелек қызғаншақ кісі ғой негізі, табиғи қызғаншақтығын өзі Алла Тағала алдына алып келіп тұр ғой бір шетінен де. Сонымен сынап тұр ғой. Әрдайым бір нәрсені адам фокус болса, түбінде сол болады дейді ғой. Кейде мысалы бір жамандықты ойлай берсең, адам өзі жамандық шақырады дейді кейде. Сондай да болады ғой өмірде. Жоқ, қызғаншақтық деген ол да бір психологиялық ауру ғой. Қызғаншақ адамдардың қаншасын көрдік қой өзіміздің, таныстарымыз бар, достарымыз бар, туыстарымыз бар. Сол қызғаншақтық деген шынында да кей кезде қарап отырып ойлайсың, шынында да жазылмайтын ауру ма? Ол адам. Ол да бір психикалық ауытқуындағы бір дүниелер ғой енді шын мәнінде де. Содан жаңағы дайындалып жатады екеуі. Содан сөйтіп сосын кейін сол жексенбіде енді бұл екеуі жаңа өнерлерін көрсетпекші болады ғой үйлеріне. Сол кезде енді бұл әбден біраз қатты күмәнданып жүрген кезі. Бірақ жаңағы жұртқа сыр білдірмейін деп жаңағы мен соның деңгейіне түспейін дейді, бір қайыршы бір музыканттың деңгейіне түспейін дегендей жұрт не дейді деп соны білдірмейді. Келіңіз деп қызмет көрсетіп сол күні сөйтіп жүреді. Бірақ енді психологиялық тұрдан ала екеуінің сол көз жанарын тоғысқанына бәрін бақылап жүреді. Бәрін бақылап жүреді. Негізі енді ол көз жанар былай енді қызғаншақ адам болмасаң, ол нормада шығар, мы деп айтқаны, біз дайындалып жатырмыз, біз үйтіп жатырмыз дегенде, мысалы сіздің санаңызда ондай қызғаншақтық дүниесінің бір обостренный дейміз ғой, сондай бір асқынып кеткен түрі болмаса, онда сіз оны мы дегенде де біз бірге дайындалдық, немесе көзімен көз түйісі деген нәрсеге сіз мән бермейсіз. Енді сол жерде бұлар ең қызығы таңдап алған музыкасын қарасай. Бетховеннің 9-шы сонатасы дейді ғой, әлгі крейсер сонатасы. Кітаптың аты да сол. Бірақ дұрыс 9-шы сонатасы ғой негізі. Крейсер деген кісі ғой, ол негізі бір музыкант кісі. Бетховен соған арнаған. Да, сосын сонаталарға олар ат қояды ғой, ат іздеп жатпайды, сол номерлеп қоя салады, немесе жаңа әлгі адамның композитордың атымен қоя салған болып тұр ғой. Дәл сол Құдай ұрғанда соны таңдап тұр ғой олар ше. Соны таңдаған. Енді бәрі Толстой келтіруші ғой, бірақ қоя берші, біз оқырманбыз ғой. Келтіре берсін. Енді сол 9-шы сонатаның мазмұнына қарасаң, ол өзі жаңағы нәпсіні қоздыратын жерлері де бар. Бір жалт етпе былай болады ғой, Абайдың айтатын жалт еткіш деп Шәкәрімнің айтатын жаңағы сұлу көрсең тақуалық сенде жоқ дейтін. Соны жаңағы көрінген әрбір сұлуға көңілің алып кете ма дейді ғой енді Шәкәрім. Сол сияқты жаңағы көңілің алып кет, сондай бір музыка ол.
жаңағы кезде өзі кез келген нәрсеге бір нәрсе алақ-жұлақ етіп қайырмасам да деп адамды өзі тыңдасын, енді оқырмандар тыңдасын, негізі Бетховенді тыңдасын, бір шын мәнінде де ішкі дүниеңді түрлі күйге түсіреді ше. Біресе былай бір түрлі сезімдерді оятып, сосын айтады екен, Бетховеннің бұл шығармасы мына төтенше жағдай кезінде де адамның жеке өзінің басындағы бір чрезвычайный ситуацияда бір басқа бір апатты жағдайларда соның бір соның символикасы, соны алдын сездіретін дейді, символикасы. Соны екеуі, соны біреуі ана фортепианода, кім жаңағы келіншегі, мына кісі скрипкада, өзі сонатада солай жазылған, өзі екеуінің тоғысында сөйтіп ойнап кеп береді ғой. Уже бізге ағар түйсігі бар оқырманға түсінікті не болады. Анан 9-шы сонатаны таңдағаннан ақ бір пәлеге ұрынатын болды деген. Сосын бұл сонатаны трагедиямен аяқталады. Бұл сонатаны дилетанттар орындай алмайды. Бұны жай дилетанттар орындай алмайды. Бұны музыканың кәдімгі хас шеберлері ғана орындайды екен. Көрдіңіз ба? Бұны жай музыкант орындай алмайды екен. Сонда Познышев ішінде де бір әйеліне неше жыл өмір сүрсе де әйелінің крейцеровая сонатаны ойнайтын білмейтін ғой. Білмейді. Көрдіңіз ба? Оны білмейді. Ол біртүрлі қалайша таң қалады да. Әйелінің ішкі жан дүниесімен бірлеспеген не болып тұр ғой, өзінше бір өлшем қойып алған жаңағыдай. Бір жағынан да адамдар да сол ақылды хайуан деп сол келтіреді, өзінің кінәләрінің бәрін түсінеді бұл. Бірақ дей тұрғанмен сол өзінің өлшемімен қарайды да бұл. Соны дұрыс айтып отырсыз, дұрыс еске түсірсеңіз, хайуан дейді ғой. Животный мир, животное дегенді көп айтады, хайуан. Адамдық тұрғыда қарау және хайуандық тұрғыда қарау деген нәрсесі бар. Хайуан деп жаңа тырнақшаның ішіне животное деп көрсетеді. Бұл өзінің Познышевтың ішінде сондай бір өзінде де бір животный, хайуандық бір нәрсесі болып тұр ғой. Кейін өкініп айтады. Бірақ кейін енді өкінеді. Мысалға бұны айтады да, жаңағы біздің өмірдегі екеуі бір сөйлесіп болады соңғы жағында, осы кітаптың соңына қарай енді әлі ең финалына келмей тұрып бүйтіп айтады. Мысалға біз енді ұрпақ жаңағыдай бүкіл нәрседен жиреніп кетеді ғой бұл. Жаңағы жыныстық қатынас сөз болған кезде айтады. Сонда кім жаңағы автор сұрайды, Толстой сұрап отыр. Онда біз қалай көбеймекпіз дейді да. Онда көбеюдің не керегі бар дейді да, кім айтады? Познышев айтады. Көбеюдің не керегі бар дегенде, адам баласы енді құрып кетпей ма десе. Құрып кеткенде құрып кете берсе не болады дейді да. Ол қалай болады дейді да. Сонда өмірде мақсат жоқ па дейді. Сонда айтады, ізгілікті бүкіл жаңағы бізге Құдайдың елшілерінің барлығының жалғыз мақсаты ол ізгілікке қарай апару ғой дейді. Ал ізгілікке қарай апарып бір нәрсе бітіп қалса, жаңағы философтардың Гартман айтады, жаңағы Шопенгауэр көп бітіп қалатын болса, өмір тоқтап қалады. Немесе жаңағы адамдарды жалпы жыныстық қабілетсіз жаратса, өмірінде де бір ары қарай ізденіс мақсат болмайды дейді да. Айналып келіп бір не болады, тұңғиық болады ғой. Сонда дейді, түбінде айналып келген кезде енді жалпы бүкіл қасиетті кітаптардың да айтуы, жалпы рухани кітаптардың да айтуы, айналып келген кезде адамзат тұқымы құриды ғой дейді. Оны бәріміз білеміз ғой дейді, Познышев айтады. Біле тұра, бірақ біз оған қарсыласа алмаймыз дейді. Сондай бұлар ой тастайды да. Сол кезде соңында айтатын енді былай мәтіннен шығарып ойлап келгенде, мынау бір сөз бар, мақал, еврейлер мақал ма, тозаққа баратын жолдың барлығы керемет жұпар гүлдермен көмкерілген дейді да. Тозақтың есігінің барлығы керемет жұпар гүлдермен көмкерілген, жұмаққа апаратын жолдардың бәрі қатты тікенектермен қоршалған деген ғой енді мысалға. Тәтті нәрсенің барлығы оңай дейміз, бірақ түбінде оның азабын шегесің деген ақсау, немесе керісінше жаңағыдай жақсылыққа, ізденіске, ізгілікке жету жолында да сен қаншама маңдай терін төгуің керек деген сияқты. Сондай бір ойды да тастайды бұл жерде. Сосын шығарманың бірінші эпиграфы қызық қой. Эпиграфасынан жалпы эпиграфы сол жерде айтады ғой бәрін. Бірінші оқымаған жалпы мына музыка жайында ма деп ойлау мүмкін еді. Бұл сосын крейцер деген кім деп ойлану. Бұл жерде өте көп сілтеме беріп отыр ғой енді былайша айтқанда. Сосын жаңа Інжілден сілтеме беріп отырады. Кімде кім әйелге бір сондай бір нәпсани дейміз ба, нәпсілік көзқараста қараса, ол ішкі жан дүниесінде де ол зынданға батып кетеді дей ма? Битеді. Біле білсеңіз, әйелге ынтыға қарадым дегенше, ол адам өз пиғылында сол заматта зынданға батып та бітеді дейді. Матвейден тіптен ары қарай кетеді. Өйткені анасының құрсағында
жаңағыдай хайуан болып туатындар да бар дейді. Анасының құрсағында хайуан болып туатындар да бар. Азбан дейді, енді мен түсінікті тілмен айтып отқаным. О дүниеде рахат көрем деп өзінен өзі хайуан болатындар тағы бар дейді. Ол әркімнің қалауына қарай дейді. О терең нәрселер айтады. Еркіндік те бар мына жерде. Әркім өзінің қалауына қарай. Қай жолды таңдаймын десең де өзің біліп. Бұл жерде мынандай нәрсе ғана деп тұрған жоқ. Өз таңдаймын десең де өз еркің. Енді жаңа музыканың әбігерге салатын бүйтіп айтады. Олар Бетховеннің крейсер сонатасын ойнады ғой дейді сол күні. Бірінші бөлімін білуші едік қой дейді. Білесіз ғой, бұл соната масқара ғой дейді. Өзі айтып, кімге айтып отыр ғой, Толстойға. Әсіресе осы бірінші бөлімі дейді. Жалпы музыка дегенің масқара ғой бұл. Бұл не бұл? Түсінбеймін мен. Музыка деген не? Ол не істетпейді адамға? Сол істеген неге істейді ол? Музыка адамның рухын көтеруге көмектеседі десе, сандырақ жалған дейді. Оның әсері бар, әсері масқара күшті. Мен өз басым туралы айтып отырмын дейді. Ал бірақ ешқашан рух көтермейді. Оның әсері рухымды көтермейді де, жасытпайды да, тек алабөтен әбігерге салады дейді. Бағана айтқан абстрактный не деп отқан. Иррационалды санадан иррационалды санаға жетелейді деген нәрсесі ғой сонда. Сосын айтады, музыка деген нәрсені бейберекет тыңдауға болмайды дейді. Сосын айтады, мысалы Қытайда дейді, осы жерде. Қытайда дейді, мысалы Қытайда музыка мемлекеттің құзыретіндегі дүние. Мысалы, белгілі бір марш ойнайды, белгілі бір жаңағы әскерге кетіп бара жатқанда, жорыққа кетіп бара жатқанда, сол кезде ғана ойнамаса, былайша айтқанда музыка деген себебі адамның ішкі жан дүниесіндегі бір қатпарларында жатқан дүниені жақсы ма, жаман ба білмейсіз, бірақ оятып жіберуі мүмкін. Сондықтан мүмкін музыка дегенде бір мемлекеттің жаңағы аш салақында қарамағында қалау керек шығар. Қытай мүмкін дұрыс жасайтын шығар деген секілді. Музыканың да енді естісі есері бар ғой. Соны жалпы музыканы бұна енді өзінің контекстке қарай айтып отыр ғой. Естісін айтып отырған жоқ. Мысалға таксилерге мінсең, индрайверге ұзақ уақытқа мінсең, дөңгілдетіп қояды жас балдар. Немесе не ішіп отырады? Дизи жоқ болса, жаңағы анау да дизи да енді ол музыканың дизи. Кішкене адамдар отыр, жай қойса десең, аға мен соған үйреніп қалған ғой. Көрдің бе, уже ол наркотик сияқты. Солай кетіп баратыр. Ол қатты қоймаса, бір машинаның моторы жүрмейтін сияқты. Солай ол әбден сіңісіп қалған. Бұл да кәдімгі жаңағы мына жерде соны айтып отырады. Мені алабөтен әбігерге салды дейді да. Басқа бір нәрсеге жетелеп тұр да сізді. Бір білмеймін, біз адам деген өзі жұмбақ қой шын мәнінде, кейде өзіңізді білмейсіз. Сонда кейбір музыка, сіздің мына есер музыка, мүмкін сіздің ішкі дүниеңіздегі бір жағымсыз, өзіңіз білмейтін ақтотаны оятып жіберуі мүмкін да, себебі сіз білмейсіз. Қалай десем екен сізге дейді, музыка өз қара басымды, өзімнің шынайы жағдайымды еріксіз ұмыттырады дейді. Ол мені қайдағы бір бөтен өзімдікінен өзгеше жағдайға түсіреді. Музыканың ықпалымен мен өзім сезбейтінді сезініп, түсінбейтінді түсінетін. Жаңағы есірткішеге болған кезде бір ерекше халге түсесің ғой. Экстаз ғой. Экстазға түсесің ғой. Қолынан келмейтінді келтіріп жіберетіндей. Мұны мен музыканың әсері есінеу, күлкі тәрізді деп түсіндірген болар едім дейді. Кейде ұйқым келмесе де есінегенге қарап, мен де есінегендей, күлкім келмесе де күлгенге қарап, мен жынды болып жаңа есірткі шегетіндерді келтіріп отыр. Сөйтіп енді музыка екеуі ойнап берген кезде әйтеуір бәрін шығарып салады да. Сол кезде шығарып салып баратқанда жаңағы музыкант екеуі сөйлесіп қалады, мен командировка кетіп баратырмын дейді, бұл айтады, бұл да мен кеттім, енді мен де бүгін шығам дейді ғой. Тіптен анау шетелге кетіп баратыр ғой. Соның бір ішкі дүниесі мә деп риза болып кетеді. Сол кезде құтылдым ау мына бәледен. Қолын қатты қысып, риясыз бір қатты қысып, риза болады. Қолына кетіп баратыр екен ғой деп. Және ол ұзағынан кетіп баратыр, жылдап. Анау болса позыншы 2 күнге кетіп баратыр ғой. Анау тіптен ұзағынан кетіп баратыр. Тіптен қашан келетіні бір белгісіз, ол даже Европаға кетіп баратыр ол сол. Бірақ сол жерде айтып қалады да, сонымен жаңағы Ақбот айтқандай, риза болып қалады. Бірақ енді сонымен мынау өзі неге ауданға кетеді, сосын жұмысқа кіріп кетеді, күнде заседаниеден заседание. Бірақ бір күні қатты келеді. Қатты қарапайым енді, балалар жақсы, Васяна отыр, Лизочка анау да жүр. Балалар да жақсы ғой енді. Ананы айтады, мынаны айтады, сөйтеді да.
бірақ арасында сөздің арасында білмегенсіп Иә, бір иә. енді айтады енді білмеймін Ақбота сен ақтап аласың ба ақтап алмайсың ба енді осы жерде белгілі болады сенің енді осы жерде шешіміміз керек иә сен төреші бол сөйтеді да сөздің арасында бүйте салады енді не дейсің енді оған бүйтеді ана кісі келіп нотаны алып кетті түк болмағандай өзі 2 жылға кетіп бара жатқан адам сол күні қоштасқан адам енді еркек байқұс не ойласын ол айтшы сөйтеді да бүйтеді анау келіп нотасын алып кетті тағы дейді ертең келсем кіргізіп сосын мен бола ма деп сұрады ал мен рұқсат берген жоқпын дейді сөйтіп басқа нәрсені сосын қайтадан үйдегі әбігерді айтып кетеді да сөйтеді да бұл хатты енді ешқандай бір жаманшылық көріп тұрған жоқпын дейді да бұл әйеліне сенімді әйел құдайға шүкір ол хаттан қызғаныш таппайды бұл сөйтеді да тастай салады да кешкісінен үйіне барғанда жалғыз қалады ғой енді ана хатты қайтадан оқып мынау жын ол кетіп бара жатқан адам шетелге және ол нотасын алып кетуге тағы келіп ойбайлай мына айтқан жоқ еді маған дейді да бәле өзі қызғаншақ адам содан және тағы келем деді бірақ мен рұқсат берген жоқпын деп қалай сонда деп сонымен түні бойы бұл не керек таңға жуық сосын таңға жуық ана несін оятады ғой анау атқосшысын болды тұр кеттік қайтадан жұмысы біткен жоқ бірақ айтады ана Москваға хат жазып жібердім дейді мен осындай тығыз бір жұмыстарым болып тұр дейді да анау таңға жуық ананы оятып алдым да кеттік деп содан ұзақ жол жүрдік дейді біресе анау бұзылып қалған ма дөңгелегі бір нәрсе болады бұзылып қалғаны несінің бәрі соның ішіндегі жаман ойын бар одан ары өшіп бара жатыр ғой енді анау содан енді ана хатында шын мәнінде де енді осы жерде енді әйелінікі дұрыс болмады ма дұрыс болды ма деп тұрсыз ғой соны енді ойлана тұр бүйтеді бүйтеді бұл шатаса бастайды мына кетіп бара жатқанда шатасады бүйтеді ең жаманы шатасу екен дейді ең жаманы сол дейді мен әйелімнің тәнін дейді өзімнің тәнім сияқты билік жүргізуге келеді дейді ойланып қарашы мен әйелімнің тәнін өз тәнімдей көріп оған билік жүргізуге даусыз толық хақым бар деп есептедім бірақ соған қарамастан ол тәнге билік жүргізе алмайтынымды ол менің тәнім емес оның тәні ғой сондықтан әйелім оны қалай жұмсаймын десе де еркі бар екенін бірақ менің айтуыммен жүрмейтінін де сезіп тұрмын дейді және мен оған да анаған да ештеңе істей алмаймын дейді өйткені өзінің құдай жаратқан тәні ғой дейді да анау дар алдындағы кілтші ванкаша шекер балдай аузынан қалай сүйіп алғанын шырқап береді ол сонысымен жеңеді ал мынаған келгенде мен одан да дәрменсіз егер ол әйел әлі ештеме жасап үлгермеген болса бұл миында енді ана кісімен болды ма деген бір жаман ойлар кетеді ғой егер ол әйел әлі ештеме жасап үлгермеген болса бірақ жасағысы келсе ал жасағысы келетінін анық білем дейді анық білем деп қояды өзі бұл жерде енді білмеймін енді бұл жерде сол анық білем деп өзіне бәле шақырып отыр онда тіпті жаман дейді көзім анық жету үшін әрі сәрі неғабыл болмау үшін жасап үлгергені де дұрыс еді дейді жасап үлгергені де дұрыс еді өзімнің не тілегенімді өзім де білмей шатастым дейді менің тілегім әйелім аңсауға тиіс арманын аңсамас екен деймін мұның барып тұрған несалаңдық емес па дейді өзі де шатасып кетеді сөйтіп ары қарай енді жаңа жол жүреді сіздер айтқандай пойыз тоқтап қалады ма пойыз тоқтап қалады жаңағы ұзақ уақыт келеді ғой жетпей өз қызғаншақ адамға анау тіпті бір ғасыр болып кетеді ғой иә жолда да ойлайды менің немнің бәрі өтірік болып шықсын бұл жай ғана қазір барсам бала шағам ұйықтап жатыр келіншегім ұйықтап жатыр деген не болады сосын анау сол кезде ме ана екеуінің санадан ойнап жатқан кезде бір бірінің көз қарасын көреді ғой жаңағы неде тек ана бір қатты көтерілетін жерде жымиғаны көзінің жанары сосын Трухачевскийдің шинелі деген бір сұмдық еді ғой кірсе әйтеуір шинелі ілініп тұрады оның алдында қонаққа келгенде анау шинель деген нәрсе жалпы мынау бір элемент ретінде бір деталь ретінде қосқан ғой бірақ шинельді сол кіргенде шын мәнінде де жетеді ғой әйтеуір енді түнгі бірде ойлашы түнгі бірде ал енді мен келсем бәрі ұйықтап жатқан шығар сонымен бәрі осы азап бітетін шығар деп ойлайды ғой ол бірақ түнгі бірде свет жанып ана екеуі шинельді көреді ғой тағы да отыр бірақ бөлмеде не болып жатқанын білмейді бірақ сұрайды көмекшісінен сұрайды және көмекшісінде бір жерге жұмсап жібереді иә заттарын алып келді көмекшісі бір қипақтап қалған секілді болды ма бір ол да бір түрлі күйде болды Трухачевский мырзамен отыр дейді ғой өтіп бара жатқанда Лизаны көре ма ана бір балалар ұйықтап жатыр бәрі ұйықтап тым тырыс дейді түнгі бір енді былай шынында да енді сенің ойлағаның жаңағы ол неден кейін олар айқай шудан кейін Лиза тұрып кетеді ғой иә дұрыс айтасыз ұйықтап жатыр енді бұл бөлмесіне барып жылайды иә
өкіріп жылайды, өкіріп мен жылайды. негізінде тазамын ғой, мен оны, бұл енді өлтіретін уже шешіп қойды ғой, іштей бір нәрсе болатын шешіп қойды, бірақ соны өзі ерексіп өзі жылап жатыр. Мен енді не істедім, мен қолымнан келген істедім. Мысалы үйге келгенде бұл ойлап келді ғой, енді барлығы балалар ұйықтап жатса, мен өзім тіптен үйге кірмей кетуі де мүмкін еді, мысалға қайттан сол кеткен жолы мен өзі масқараланбай. Енді сол келді, жаңағыдай не болды. Содан бұл жерде енді не істеу керек енді оның. Мысалға бір жағынан қарасаң, ештеме де араларында ештеме де болмағандай. Бірақ енді отағасымен көзімен қарасаң, жаңа позднышев емес, жалпы отағасының көзімен қарасаң, өзінің рұқсатыңсыз отбасында түннің бірде бөтен еркектің жүруі бұл адамды қандай ойға жетелейді? Мысалға азаматтың көзі қандай ойға жетелейді? өлтіру керек. Өлтіру керек па, ажырасып кету керек па? Бұл 4-5 вариант айтады. Жалпы осындай жағдайға түскен еркектер не істеу керек дейді да? Немесе өзін өлтіру керек дейді. Немесе біреуді өлтіру керек әйелін дейді. Немесе тіптен безіп қашып кету керек дейді. Енді бұл соның қайсысын таңдарын білмей. Тіптен бұл пистолетті де қасына келіп қояды ғой. Сосын ана қабырғада кинжалдар ілініп тұрады, пистолеттеріне қарайды, не істеймін деп. Енді арпалыс қой ішкі дүниесіндегі. Онда түсініп кетесің біртүрлі сол жерде, шынында да бұл қалай болады, не істейді деп. Бірақ білмеймін, бір оқып отырғанда енді өлімге апаратын біліп отырсың, бірақ дегенмен қимайсың да. Оның енді ой қатты әйел екеуінде былай, сосын ақырын бір есігіне барады ғой, есігі бүйтіп ашық тұрады. Бүйтіп қараса, өзінің ойлағандай жаман нәрсе ештеңе болып жатқан жаман жоқ, еш нәрсе жоқ ол жерде. Позднышев ана ненің жанында тұр дейді, фортепианоның жанында тұр дейді, әйелім жаңағы нелер ноталарын ашып өз жаңағы жерлерден қарап ойнап отыр дейді, Позднышев қарап тұр дейді. Жаңағы мен ойлаған нәрсенің біреуі де жоқ дейді. Бірақ бұл жердегі Толстой бір нәрсені айтып отқан сияқты, тек телесный ғана көзге шөп салу тек телесный ғана болмайды деген нәрсені айтып отқан сияқты. Жаңа басында эпиграфты не үшін беріп отыр? Дұрыс айтасың. Тек тәнмен ғана емес, жанмен де адамның көзіне шөп салуға болады күйеуге. Олай болатын болса, бұл сол күні шөп салған жоқ қой. Олай болатын болса, бұл жанарымен күнә жасайтын болса, ондай болса, бұл бір қанша болды енді білмейміз ғой. Ол алғаш Трухачевский үйге келгеннен бастап ол солай есептей салуға болады. Ол қоштасып кетсе де, онда ол сол күні қайттан келмесе де шөп шалған болып есептеліп тұр ғой енді. Бір жағынан бүйтіп ойладым енді, анау әйелінің бір ішкі бір қабаттарын Позднышев сезе алмады ма деймін да. Ал анау скрипач қой, ол да творческий адам ғой, шығармашыл адам. Әйел де оның шығармашыл адам ғой. Бір екі әлем, ана қисатын екі әлем ана жерде кездесіп тұрды. Түсіңіздер ма? Сол екеуі парасат биігінде кездесіп тұр екеуі деп. Бір жағынан солай да бір интерпретация жасауға болады. Позднышевтан көре алмаған дүниені ол скрипачтан көріп тұр да. Скрипач оның көзмен көз түйіскенде, оның бір жан дүниесін көз арқылы да жеткізіп бір-бірін үнсіз музыка арқылы. Бұлар бұл жерде екеуі бір-бірін музыка арқылы түсінісіп тұр ғой. Ал Позднышев ол қара дүрсін, былайша айтқанда, ол қара дүрсін кәдімгі бір томардай болып жанында жүргені болмаса, былайша айтқанда не жоқ. Бұл жерде Ақбота бір нюанс бар да, неке деген ұғым бар. Бірақ енді бұл жерде осы жерде неке деген ұғым қандай ұғым деп сұрақ қояды. Кім айтады да? Позднышев, Толстой айтады. Неке деген ұғым қандай ұғым дейді. Мына кітаптың сыртына да беріп қойыпты оны. Неке қасиетті тылсым күш деп, сол тылсым үшін өзін Құдай тағаланың алдында жауапкермін деп есептейтін адамдардың арасында неке деген бұрында болған, қазір де бар дейді. Яғни неке дегенге анықтама беріп жатыр. Некені қасиетті тылсым күш деп, ол сол тылсым күш үшін біз Құдайдың алдында жауаптымыз деп сезінген адамдар үшін неке бар дейді. Сондай адамдар үшін қасиетті деп санап, соның алдында біз жауапкерміз деп сезінген адамдар үшін неке бар дейді. Және ол бұрында бар болған, қазір де бар дейді. Ал сондай адамдарда бар да, бізде жоқ дейді. Өзін енді жаңа қоғамда айтып отыр. Бізде жоқ дейді, себебі біздің адамдар үйленгенде некені жұптасу деп қана қарайды. Міне, көрдіңіз ба? Одан кейін бірін-бірі алдау мен зорлау басталады. Кітаптың сыртына жазып көрсеткен.
Бұны енді былайша айтқанда бұл жерде шығарманың бір қорытындысы сияқты, иә? Діндар діни көзқарасы да шығып тұр ғой, енді діни концепциясы да шығып тұр. Өзі исламды да енді көп зерттеді, буддизмді де көп қарады, жалпы осы жерде өте көп ізденісі ғой. Жалпы енді ақ неке деген енді Құдай алдындағы бір үлкен жауапкершілік деген нәрсеге алып келіп тұр ғой. Ар жағындағы бәрібір анаған сілтеме беріп тұр. Бірақ сол некенің атын жамылу да бар деп тұр ғой. Иә, некенің атын жамылып та. Мысалға некені бағана айтты ғой, біз бойдақ кезімізде бірдеменен сақтануға тырысатын едік, кейінше үйленгеннен кейін бір нәрсенің барлығы ашылады дейді. Мысалға бұның ішінде мынандай нәрселерді қозғайды, енді сіз бұл сөз ұят жоқ. Бүйтеді бала әйеліміз жүкті болғанда да біз оған зорлық жасай беріп жалғастыра береміз ба деп ойланып қалады бұл. Жоқ, онда ер адамды еркіне қоя берейік, ол үйленген, бірақ басқа жақта өзінің несін атқарып жүре берсе дейді, онда біз сонда оған да біз мүмкіндік жасап беріп жатырмыз ғой дейді да. Сонда қалай болды? Бұл жерде сол мәселені айтады да, сол некені ол кезде былай жамылғы ретінде жамылып алып, некені жамылғы ретінде, мысалға неке бір бала туғызатын бір завод сияқты неке, ал бірақ көңіл көтеру басқа жерде. Сыртқа енді қоғамға сен бес балаң бар, күйеуің бар, әйелің бар, сырты жылтырап, бір отбасы деп қарайды, бірақ оның ішінде не болып жатқан түсініксіз де. Сондықтан бұл қазіргі, бұл мына осы кризис санатасын оқудың қазіргі жастарға да берері көп. Біз айттық қой, 16+ емес, тіптен 14+ болса да, өйткені былай қоғамда үлгілі тұтып жүрген адамдардың өзінің екі жүзділігі бар. Мысалы жаңа балалы шағалы болып жүріп, олар басқа бір үлгітті ішінде ең болмаса адамның ең сатқындығы өзіне деген алдау сатқындық қой. Толстой соны айтады да, ешкім білмейді. Сенің екі жүзділігіңді ешкім білмейді, бірақ сен керемет біліп тұрсың оны. Ішкі өзіңді өзің сату, және ол өзіңді өзің сату үнемі сату дейді да. Үнемі сатқындық өзіңді. Сол мәселелерді қозғайды. Сондықтан ойлы жастарға бұның беретін өте көп та, отбасына құрмай тұрып оқып шықса да болады. Құрғаннан кейін бірақ құрмай тұрып міндетті. Құрмай тұрып оқып шықса да болады. Керемет. Өлгенін айтайық та енді. Қалай өлтірген? Енді оны айтып қойдық қой. Сол жердегі маған мынасы қатты ұнады, соны ақырса ашу деген арқырап келді ғой, ұстай алмады ғой, ашу бәрібір. Соның бөлмесіне кіреді, сосын екеуі кәдімгідей төбелеседі ғой, былайша айтқанда. Ол бірақ ананы қуып баратқанда қолынан қашып кетті ғой анау. Қашып кетті ғой енді. Ол қашып кетті, ол түсінікті. Төбелеседі дегенде әйел екеуі дегені ғой. Сын айтам. Содан қолынан ұстап қалады, сосын бір уақытта қол тиіп кетеді, енді кәдімгі бір арпалыс екеуі. Содан сол қолыма дей ма, ана кинжалды арқасына тығып барады ғой. Мен әйелім арқасында қолында пышақ бар екен білмеді дейді. Сол бойдан тығып барды, әйелі оны енді өлтіреді деп ойламады шынымен деді. Енді мүмкін оның алдында жаңағы екеуі ұрысып жүрді, не етіп жүрді, бірақ әйтеуір соңында ондай қатыгездік күткен жоқ. Ондай қатыгез поздно шығуын өлтіреді 100% күткен жоқ. Ана арқасына тығып тұрды да бір уақытта ана пышақты әйтеуір бір ситуация, қолы битіп қалды дей ма, бір детально көрсетеді. Сол кезде тура қабырғаның астынан жаңа пышақ. Өзі есептеп барған бұл? Иә, есептейді ғой, жаңа қабырғаның астына өзі план жоспарын құрайды, қабырғаның астынан ұрғам деп. Қабырғаны, қабырғаға тығып қалған кезде ішінде әйелдің ішіне кетіп корсетке бір нәрсеге тіреліп қалды. Корсет қой. Корсетке тіреліп қалу, мен ойладым, мәні сол жерде мүмкін корсеттің несі қарсылығы ғой енді, мүмкін өлтірем ба өлтірмейм ба деген нәрсе. Корсет защита, оның қорғаныс болып тұр да. Бірақ одан арғы ашуын енді ұстай алмай тұр ғой, одан ары кіргізіп жіберген кезде жұмсақ еткен. Сонда осы жерде біз кей кезде айтамыз ғой, ашу деген арқырап кеткен кезде состояние аффекта дейді. Адам көзі қызарып, ашу булығып бара жатқанда ештеңе сезбей қалады. Ал Познашев состояние аффектаға түскен жоқ ол. Түскен жоқ, бәрі есептеп бар. Бәр минутын, секундын қалай пышақ анан өлтіріп жатқан кезде де ол мен бүкіл санам сайрап тұрған дейді. Мен ашудан емес, мен анаң бәрін біліп тұрмын дейді. Өлтіріп жатқанында корсетке тірелген, одан қызыл етке арғыры бұлп етіп кіріп кеткенін, сол қолыма бүйтіп, бір уақытта қолым бүйтіп ауырлап кетті. Мына қолыма әйелі сылқ ете қалады. Сонда бүйтіп әйелімді былай ұстап қалдым дейді. Сосын сол бойдан қолым ауырлай берді дейді. Содан бір уақытта жаңа корсетінен қызылған, қараған бұрқ ете қалды, көйлегің бәрі бұрқ ете қалды. Содан жаңағы нянькамыз ма? Күтушісі. Сосын бір айналып барып, бұл кешірім сұрайды, иә? Бір айналып келіп, енді сол кезде ғана
ол біртүрлі сезіне бастайды, аяушылық сезім пайда бола бастады дейді. Бұрын әйеліме тек как животное деп береді. Хайуан сияқты қараушы едім, осы жолы жаңа бүйтіп төсекке жатқызады. Енді сол кезде ғана бір әйелінің бойындағы бетіндегі адамдық бір нышанды көрдім дейді. Сонда білмеймін, көзінде бір перде сияқты бір неңе болып тұр ғой, познаншықтың да. Иә, сонда әйелді ол кей кезде ойлайсың, бұл да бір хайуандық бір нәрсемен ғана өмір сүріп жүрді бірлесіп. Білмеймін енді, бір түрлі біресе былай ойлайсың, өзің оқырманды да өзің нақты мынау деп те айта алмайсың бұл жерде жауап. Сосын ақыры дегеніңе жеттің деп айтпаймыз ол жерде. Иә, ақыры өлмей бірден деп қалмайды ғой. Ақыры дегеніңе жеттің дейді. Сен мені өлтірдің ғой дейді ғой. Әйел біразға дейін өлмешті, сосын әйелінің әпкесі ма, біреу келеді. Кешір деп айтып қалады. Иә, кешір дейді, иә. Біраз ойланып ойланып, кешір деп бір сөз айтады. Иә, сол жақтарын оқып берсеңіз де кешір деп айтады мына жерде, бірақ кешіре гөр мені дедім дейді. Иә, кешіруме деп бұл жауап берді әйел. Мұның бәрі ақымақтық. Тек өлмей аман қалсам екен деп шыңғырып жіберіп, одан кейін өліп кетеді. Жаным жек көреді сені деп айтып өліп кетеді екен. Жаным жек көреді, қарашы. Жаным жек көреді деп тұр. Ой. Білмеймін енді, бірдеңе, бір мына жеріңді қысып, бір нәрсе. Түйіліп қалады. Азамат сияқты, азамат күшті екен оқиды екен де жылап жібереді екен. Бұрышқа қарап отырсаңыз болды. Анандай бір неше түрлі ой келіп. Айтып отырып, сосын кіммен кімнің де автордың да түсетін жер келіп қалады ғой, станция ше. Сол кезде бүйтеді, қолымды беріп қоштастым дейді, қасына барып қош болып тұрыңыз деп қолымды бердім дейді. Үндемей жатып қалады да бұл. Жауы болады ма? Ол да маған қолын беріп жатып, сәл ғана езу тартып еді, жылағанға бергісіз еңіреп, жылағанға бергісіз екен дейді. Езу тартқанның өзі бойында әлі қасірет, сол қасіретімен қалды ғой, адам өлтіре алмайсың ба. Ол маған қолын беріп жатып, сәл ғана езу тартып еді, сол езу тартқаны жылағанға бергісіз екен дейді. Еңіреп қоя бергім келді дейді. Автордың өзі ананың түрін көріп, ғафу етіңіз деді, ол күллі хикаясын тамамдаған жалғыз ғана сөзін тағы қайталап. Өзі және соны айтқан үшін кешірім сұрап кетеді, бірақ бетінде трагедия солай қалып кетеді дейді. Сол жан мен тәннің трагедиясы дегеніміз сол ғой. Сосын жаңағы мен не еткенім, ана қоғамның несін еді ғой. Негізі шақырғысы келмейді ғой екінші рет. Осы кеткенмен кетсін дейді, бірақ қоғам мені қорқып қалды демесін деп, керісінше, ой жоқ келіңіз, жексенбі күні кешкі асқа келіңіз деп, не деді. Осы жерде қоғамның несі де анау бір. Қоғам не дейді деген ба, ел не дейді деген. Иә, ел не дейді. Сосын бірге жиналу деген ше, жаңағы ел болып жұрт болып. Енді бір жағдайлар көп болады өмірде ше, енді біз араласатын да басқа түрлі адамдар болады. Сонда жаңа қоғам не дейді деген адам біраз жерге апарады екен. Мен бір таныс сондай ертеректе енді мінездеріміз үйлеспейді, анау деп ішкі сырын айтқанда айтасың ғой. Енді бұл қорқынышты нәрсе емес, мүмкін бүкіл нәрсені ашып алып, мүмкін жаңа өмір бастауды ойлайсыздар деді да, енді сөйтеміз. Сонда жоқ, ондайды тіптен ойлағысы да келмейді да, әбден ширықтырып барып, әбден енді бала көбейгенде де сөйтіп ажырасып жатқан отбасылар. Мысалға, әбден ширықтырып бар мәселен ше. Ал бірақ екінші жағынан жалпы қоғамда мынау ажырасу деген нәрсе бұл бір не болып кетті. Бір порядке вещей болып кетті да. Екінші жағынан бір қорқынышты нәрсе, ол бір бұрындары ажырасу деген естісе бір адам өліп қалыпты деген сияқты бір қорқыныш болатын еді бізде естіген кезде. Қазір енді керісінше айналып кетті. Сондықтан жаңағы адамның бір-бірін жан мен парасат биігінде деп айтып отырмыз. Соны жан мен рухани түсіністік болмаса, отбасында рухани түсіністік болмаса, әуел бастан соны шешіп алмаса, жастар мысалға, ол өте маңызды екен да. Әйтпесе ол мысалға ол нәпсі қалауы деген не, ол жақсы торт жесең де ол нәпсінің қалауы, жақсы бір жерге барып тамақтансаң да нәпсінің қалауы. Бірақ ол отбасылы емес қой енді, ол шаңыр қасиет ұғыммен айырбастай алмайсың ғой. Бірақ бізде көп жағдайда соны шатастырып, бұл да өзі айтады, мен де оның жаңағы фигурасына, басқасына да қызықтым деп өзі де айтады да, ол кезде мысалға мен терең бір рухани жаһандықты біз шешіп алмадық дейді да, мысалға. Оның да енді тырнақшаның ішіндегі оның нәтижесі қандай болып отыр, өте ауыр болып отыр. Мынандай нәрсе де бар ғой, қазір сөздің шыны керек, түрлі курстар көп. Жаңағы төсекте қалай қанағаттану керек,
әйелдер мысалы сонда кей кезде ондай таныстарымыз да көп, енді әңгімелесіп отқанда қыздар айтады, өйтті анау мынау деп. Сол кезде кей кезде таң қаласың да, тек сол курсқа өте көп қомақты ақша қаражат бөлінеді, соған көп қатысады. Сонда адам тек тәннің ғана қалауын қанағаттанып соның бәленбай курсына барған кезде соған барып жүріп одан ары қарай біраз уақыттан кейін айырылып кеткен адамдарды да білемін да. Сондай курстың да осы неше түрлі курсқа барды, сонымен бір таныстарым бар, бірақ арты онша жақсы болмады ондай адамдар. Сонда жақсы болмағаннан бөлек бұл айтып тұр ғой жауабын. Бұл трагедия болады. Бұл трагедияға айналады. Және жаңағыдай сондай қомақты ақша төлеп сондай курсқа барып атқандар естісін, білсін, бұл соңы ол қанмен тоқтайды. Қанмен трагедиямен тоқтайды. Яғни сенің санасыздығың, ойланбауың, сен жаңағы өзіңнің жаңағы шаңырақ отбасыңды сондай бір тек қана жыныстық тұрғыдан бір жақты қанағаттану деп ойлап сол деңгейде ойласаң, бұның да бір несі бар, бір шешімі бар, ол трагедиялық. Трагедияға сен өзің трагедияңа ақша төлеп жатсың да, былай айтқанда. Алдын ала трагедиялық сценарийіңа, сон сценарийін жазуға сен ақша беріп жатсың жаңағы. Коуч дейміз ба, не дейміз ондай. Өзіңіз де айттыңыз ғой, жаңа ажырасып кету керек па, жоқ ашуланған еркек әйелдің бәрін өлтіре беру керек па? Енді қазір өлтіре бермейді, енді өлтіріп жатқандар да көп қой, білесіздер қазір қоғамда. Бірақ көп жағдайда сол адамдардың арт жағы бір керемет болып кеткенін көрмедім. Сосын сұрайсың ғой, не болды енді, сондай неше түрлі курсқа барып жүрдің, күшті болып жүрдің емес па десең, біраз уақыттан кейін енді одан да мықтылар шыққан шығар. Енді ол еркектің басқа жақта да байланыстары көп та, басқа елдермен де байланысы көп та. Сонда бір нәпсіні құрықтай алмайтын, бір сондай бір егер тән ғана болса, болды. Тәнді қанағаттанғандырған шығар, бірақ ары қарай әңгіме таусылып қалды дейді. Ары қарай онша әңгіме болмай қалды дейді. Онша қызық болмай қалды бір-бірімізге дейді. Негізінде сол үйлену барысында жарайды, махаббат деген жалт еткен от, енді ол әрбір ешкім бір жаман болайын, ажырасып кетейін деп үйленбейді ғой. Барлығында болады дейік, барлығында болады деп алайықшы. Алдық. Одан кейін мысалға, одан кейін енді ары қарай білмей ортаң қол жаңағы қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады? Ондай қайдан шықты? Онда біз не застраховываемыз ғой деп сұрауы мүмкін жастар. Онда қалай болды деп. Мен енді өзімден бір мысал келтірейін. Мысалға мен сөйтіп көңіл білдіріп шешім қабылдан кейін біз жұбайымызбен былай сөйлестік. Білмеймін енді, маған ешкім мұнда ақыл айтқан жоқ, сөйлесті. Менің жағдайым осылай. Енді біз махаббатты былай қояйық, бірақ менің жағдайым осылай. Мен көп отбасылы неденмін. Былай шыққанда кедей отбасынанмын. Осындай болғанда осындай. Білмеймін енді солай қалай айтқанымды, соны сайрап тұр есімде ше, әрпіне дейін. Сөйтіп тыңдап тұрып жаңа жұбайым. Болды, келсе, оның бәрін қазір шешіп алуымыз керек. Кәдімгі бір нотариус отқандай екеуміз бір жерде отырып әңгімелесіп отырмыз. Әлі үйленген жоқпыз, жақында үйленеміз 1-2 айдан кейін. Әңгімелесіп отырмыз. Ол бәрін тыңдап болды. Енді соның бәрі қалды, менде де қарапайым сол, осылай деді. Бұл әрине біздің бір чересшур ақылдығымыз неғын жоқ, бірақ өмірлік нәрселеріміз көп нәрсені шешіп кетті. Кәдімгі шешіп кетті. Мүмкін бұл да бір өзінше бір қазіргі тілмен айтқанда бір лайфхак шығар, енді бір өйткені махаббат деген бәрімізде болды. Ертесіне барып ана бөлініп шықты. Енді мен қасиетімді сақтау үшін мен әке шешемнің алдында қара бет болмау үшін тағы 5-6 жүрдім. Одан кейін жолдастарымның алдында қара бет тағы 5-6 жүрдім. Соңында не болды енді? Өмірім өтіп кетті. Қайтадан мен мысалға қыз бала болсам қайтадан мен күйеуден келді деп ол таға алмайды ешкім. Өтіп кетті. Мүмкін кейбір нәрселерді ашып сөйлесу де керек шығар. Енді отбасы институты қазір көп қой сондай нәрселер. Мүмкін ол да бір несі қажет нәрсе шығар деймін да. Мен қалай адаммын деп. Тек тәнмен шектелмеу керек деп. Иә. Сен қалай болды азамат? Мен өз сабақтарымды алдым. Кітап оқу барысында алдым. Кейбір ұстанымдарым дұрыс екен. Мен ана келіншегіммен кейбір нәрселерге әлі күн қырсықпын. Мен айтамын, мынау болмайды, мынау болмайды. Ой, анау қоймайды. Жоқ, бұл болмайды. Әзір түсінбейтім не үшін екен, бірақ мына кітаптың нүктесін алдым. Мен кейбір тақырыптар дұрыс деп жүр екенмін дедім. Дұрыс деп жүр екенмін. Яғни мына кімнің Ақботаның қайта айтқан жан дүнием үндестігі деген сөз. Бұл важный критерий. Өйткені біз әрине біз жасанды интеллект емеспіз. Бір робот емеспіз. Біз жаңағы көшедегі мысалы мынаның ішін айтады, тауықтар да балапан өліп қалса қыт-қыт 2-3 күн жоқтайды да қайтадан басқа несін неғылады дейді. Өйткені олар инстинктивный, олар өліп қалды деп қайғыра бермейді де мысалға. Біз ондай тауық та емеспіз де мысалға енді былай айтқан кезде. Сондықтан жаңағы акцент қойып отырған дүние Ақботаның
ол сол жан дүниең өзіңмен өзің тіл табыса алдың ба? Өзіңмен өзің тіл табысып болғаннан кейін сол тіл табысуыңды сен болашақ жарыңа жеткізе алдың ба? Мәселе сол. Немесе оның тіл табысуындағы нәрсені сен өзіңе жеткізе алдың ба? Сөйтіп ізденсе, жарайды, бір екі жыл кешіксең кешік. Бізде отызға келеді. Кешіксең кешік. Бірақ ажыраспайсың да? Иә. Грубо айтқанда ажыраспайсың да. Рахмет. Жақсы бір енді талдау мынандай болған нәрсе сияқты. ғой, енді мына жерде де айтпай ма, осы мал ғана мысалы білмейді ертең не болатынын және өлетінін білмейді деп осы жерде де бар сондай бір экзистенциалды бір сондай бір сұраулар қояды осы жерде, мал ғана білмейді. Енді 18 мың мынау жер планетасында когнитивті ойлайтын homo sapiens ғана ғой, адам ғана ғой. Адам сезінеді, адам күледі, адам ренжиді, жаңағы дүние эмоцияның бәрін сезетін және финиш өлетінін білетін мақұлықтың ішіндегі адам да мақұлық қой енді, бірақ соның ішінде homo sapiens ең үлкен сана адамға берілген. Сосын мынау Толстойдың кереметтігі бәрін бір әдемілеп жазбайды ғой, айтып отырмын ғой, аямайды ғой. Аямайды. Бір түрлі ішінде кейбір жерінде бір түрлі келісесің, бір жерде Трухачевскийді түсінесің. Енді еркектердің несі түсінігі бөлек шығар. Трухачевскийді әйелінде түсінесің, Кознышевті да түсінесің, біресе жазғырасың. Сен өлтірмесеш деп ана жермен ұрсып отырасың, артына кинжалды қолыңа тығып кіргенің не деген нәрсе. Бірақ бұл енді адам өлімі, бұл сосын 8 ай ма бір түрмеде отырады ғой. 11 ай. Соны өзін ақтап шықты демей ма? Иә, соны ақтап шықты. Оның өзінде де сот жаңағы әйелін бұл сотты қолдап та отқан жоқ. Бұл әбден философ болып кеткен адам өтегеннен кейін. Бүйтеді, сот жаңағы әйелін көзіне шөп салды деп ақтап шықты дейді. Ақтап шықты. Сондықтан бұл жаңағы сот жүйесінде, қоғамды да барлығының изяндарын айтып отыр ғой. Бірақ айналып келгенде өз өміріңе сен жаңағы адам болып келу, өмірге адам болып кету міндетім деген сияқты, өз өміріңе өзің жауапкерсің ғой. Сондықтан айналып келгенде бәрі өзіңе байланысты ғой. Күшті. Қорытындылай келе. Біз кітаптың 90%-ның оқиғасын айтқан жоқпыз. Біз тек қана өзіміздің әсерімізді оқырманға соны айтқым келеді. Мынаны оқу керек. Жұқа ғана шығармыз. Сіз біздің оймен келіспеуіңіз мүмкін, өзіңіз бір нәрсе шығарыңыз мүмкін, бірақ өзі кішкентай ғана кітап, міндетті түрде оқу керек. Сосын қосатындарыңыз болса, өзіңіздің жеке ойыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Тамамдаймыз ба? Меніңше жақсы бір талдау болған сияқты. Толстойдың бар ғой, дәл осы кезеңде жазған Отец Сергий деген керемет шығармасы бар. Ол да керемет. Дәл осыдан кейін ары қарай Отец ішкі ізденіс, мынау өте көп. Онда қазақша шығып қалады жақында. Отец Сергий шығарасыздар ма? Өте тамаша, маған қатты әсер етті. Сосын өзі бір 3-4 шығарманы Толстойды мүлдем білмеймін. Қазір енді Толстойды оқып жүрген адам бар ма? Өліп тірілу шығайын деп жатыр бізде. Солай ма? Өліп тірілу осы бір келесі аптада шығады өліп тірілу. Өліп тірілуді талдау керек. Күшті. Керемет, Кенжебай аударды, Кенжебай. Осы 1-2 күнде шығып қалады. Аудармасы да өте жақсы. Жақсы екен. Мен енді бұрында орысшасын, кейін де сосын осы жолы жаңағы подкастқа дайындалған қазақшасын қарап шықтым. Ұлттық біздің университетте бар екен, кітапханадан алып, сонда қарап өте жақсы екен аудармасы. Сосын ана түгел орыс тіліндегі мәтін көз алдыңда ғой, бір жерін тастап кетпеген ғой. Түгел. Бұрынғы аудармаларым сапалы болатын, ол кезде енді Google жоқ, жаңағы жасанды интеллект жоқ. Жанын беріп аударған ғой, мына Ғаббас Жұмабай. Мұхтар Әуезовтердің буыны бұл. Керемет екен, аудармасына кеше қарап шықтым, сондай риза болдым. Сосын крейцер сонатын білмеймін, 16 жас плюс дедік па ғой? Керемет шығарма. Қанша дедік? 16 жастан ба? 18 жастан ары қарай ма? 16 плюс деп қойды. 16 плюс дедік, өмірдің қай кезеңінде болса да оқу керек. Ал үйленер алдында міндетті түрде үйлену керек. Танысып сөйлесіп отқанда сұрау керек, Толстойдың крейцер санатын оқыдың ба? Толстойдың крейцер санатын екеуміз талдай аламыз ба? Күшті лайфқа келген. Оқу керек, сұрау керек. Сен оқымасаң оқып кел. Осы оқып кел. Екеуміз қалай талдап көрейік деп, жастарға лайфқа. Содан ары қарай мүмкін екеуі отбасы жайында құндылықтар ғой, түрлі нәрсе. Қызғаныш кейін сен мен қызғансаң қайтесің, қызғаныш кезінде қалай мені жаңағы осы ситуациядан жағдаяттан қалай шығуға болады деген секілді. Жастарға лайфхак сол нәрселерді оқысын, қарасын. Рахмет көп. Ұлан ағай көп рахмет. Апай көп рахмет. Ақбат апай, қош келдіңіздер. Күшті, жалғастырайық. Құдай қаласа келесі кітаптарымызды айтамыз. Сіздер мынаны міндетті түрде оқыңыздар, өз ойыңызбен бөлісіңіз және мынау
видео пайдалау деген кісілерге жіберіңіздер. Бәрекелді. Енді келесі түсірілімдерде жолыққанша. Ай, рахмет барлықтарыңызға.